Еңбектің наны тәтті. Өз маңдай теріңді сіңірген еңбектің дәмі ерекше. Солай емес пе, балам? Азығымен жерім үсінді, еңбегімен ерім үсінді. Ата, есіңде ме? Мен бақшадағы ескі алма ағашында тербетіліп ойнап жатқанымда бұтағы шыдамай сынып кетіп еді ғой. Сонда сен менің сазайын тартудың орнына маған жас алма ағашын отыруызға көмектесіп едің. Ол қазір жемісті мәуелі ағашқа айналды. Сен сонда айтушың, бұл ағаш өзінің алғашқы жемісін бергенше аянбай тер төгіп, сабырлық таныту керек деп едің ғой. Иә, балам, сен мені дұрыс түсіндің. Балалық шақта ақиқат үшін мұғалімдерге жүгінсек, кейіннен ақиқат біздің есігімізді жағалады. Енді ақиқат құндылығын түсіндің бе? Тіпті қарапайым тіршілікте де. Кеше тындырған ісіңнің жемісін бүгін татсаң, ал бүгін тындырған ісіңнің жемісін ертең орасың. Қазақстанның даму банкі шикізаттық емес экономика секторын дамытуға бағытталған қаржы институты, бәсекеге қабілетті бағыттардың қолдауы мен мемлекет операторы, ұзынды және қысқалы ақша кейпіндегі тікелей қаржы салымын таратудан бастап нақты жобаларды әкімшіліктік жол көрсетуге дейін қамтиды. Қазақстанның даму банкі таяу мерзімдегі болашаққа және қиыр келешекке бастайтын терең ойларды ілгері дамытудағы сенімді серіктес. Устойчивое сбалансированное развитие в ближайшие десятилетия будет обеспечено за счет ускоренной диверсификации, повышения конкурентоспособности национальной экономики. Эта работа должна стать общенародной задачей всей страны в ближайшие десятилетия. Индустриальное развитие – это наш шанс в новом десятилетии, новые возможности для развития страны. Казахстан будет успешной индустриальной державой, я в это абсолютно верю. Бизнес жоспарды сапалы сараптау, мемлекеттік бағдарламаларды сәйкестендіру мен қажетті қаржыландыру даму банкі жұмысының негізгі бағыттары. Басты назар көз жеткізерлік экономикалық әсер туғызуға қабілетті жобаларға аударылады. Ақша салу үшін әлеуетті серіктестерді таңдауда басымдық танытатын энергетика, транспорт пен инфрақұрылым, металлургия, химия мен фармацевтика, мұнай-химия, мұнай өңдеу, машина құрастыру, туризм, агроөнеркәсіптік кешен мен құрылыс материалдарын өндіру. Бұл банк соңғы 10 жыл ішінде белсенді түрде қаржыландырып келе жатқан қазақстандық экономика салалары. Қазақстанның индустриализация картасының әрбір 4-ші жобасы осы банкпен қаржыландырылады. Бүгінде банк тек Қазақстанда ғана емес, жалпы Орта Азиялық аймақ көлемінде айтарлықтай беделге ие. Қазақстанның даму банкының несиелік рейтингісі қазақстандық компаниялар мен қаржы институттары арасында ең жоғары көрсеткіште. Банк енді ғана қадам жасауға ниет білдірген көптеген құрылыстық жобаларды қаржыландырды. Осылайша Қазақстан даму банк жаңа ірі және кіші кәсіпорындардың құрылуына ықпал етеді. Бүгін қаншалықты тер төксең, ертең соншалықты ырысқа кенелесің. Осы рас екен, ата, сен дұрыс айтыпсың. Мен тіпті аяқ киімнің бауын байлай алмайтын кезде соған ұялатынмын. Сен сонда мен оны үйренгенше, маған көрсетіп, үйретуден жалықпадың. Келген дәулет, кеткен бейнет. Табандылық танытпасаң, ештеңеде үйренбейсің. Қолдағы барға қанағат қыл. Күндердің күнінде мол ырысқа кенелесің, балам. Өткен 10 жылдың ішінде Қазақстанның даму банкі
80-нен астам жобаларды қаржыландырды. Олардың ішіндегі ең ірі жобалар: Алматы облысына қарасты Шарын өзеніндегі Мойнақ гидроэлектростанциясының құрылысы Қазақстанның даму банкының ең бір келешегі зор, әрі әлеуметтік мәні бар жобаларының бірі. Жобаның негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының оңтүстік аймақтарында тапшы келетін энергия жүйесіне электрлендіруді жеткізу үшін оңтайлы көзін құру болып табылады. Мойнақ ГЭСінің құрылысы еліміздің осы аймақтарындағы электр энергиясына деген сұранысты қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Атырау мұнай өңдеу зауытын жетілдіру, хош иісті көмірсулар өндірісінің кешені. Бұл уақыт талабы. Қазақстанның мұнай химиялық саласының жаңаруының алғашқы қадамы. 2015 жылы кәсіпорын толығымен автожанармай мен мұнай химиялық шикізат тұтынуда, ішкі нарық тәуелділігіне орай соңғы өнімді шығару барысында түрін өзгерту мүмкіндігін беретін оралымды технологиялық сызба бойынша жұмыс істейтін болады. Сонымен қатар, Атырау мұнай өңдеу зауытында мұнайды 85% тереңнен өңдеуге және ашық түсті мұнай өнімдері импортынан бас тартуға мүмкіндік тудыратын, оған қоса жоғары сапалы жанармай қажеттілігін қамтамасыз ететін мұнайды тереңінен өңдеу кешені құрылысы бойынша шаралар жүзеге асырылады. Орал газды турбалы электростанциясы. Бұл жобаны жүзеге асыру аймақтағы энергиялық тапшылық деңгейін төмендетуге, сонымен қатар Ресейден алынатын импорттық электрден бас тартуға ықпал етті. Газды турбалы электростанциясының өндірістік қуаттылығы облыста тұтынатын электр энергияның 5-тен 1 бөлігін шығарып қана қоймай, қала аудандарындағы тұрғын үйлерді жылумен қамтамасыз ететін болады. Қазақстандық электролиз зауыты. Завод 2010 жылғы маусымның 24 күні жылына 250 мың тонна алюминий өндіретін көлемімен толық қуатты жоба ретінде іске қосылды. Заводтың құрылысы мен іске қосылуы миллиард доллардан жоғары бағаны құрады. Соның 400 миллионын Қазақстанның даму банкі қаржыландырды. Қазақстандық электролиз зауытында өндірілген алғашқы алюминий құймалары Лондондық металдар биржасында тіркелді. Бұл Қазақстан электролиз зауыты өнімдерінің халықаралық стандартқа сай жасалғандығының белгісі. Ұйымдасқан істің өнімі мол. Ағаш тамырымен, адам досымен мықты. Алты бала болса, ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Бұл әр нәрсенің өз пайымына лайық дүние, солай емес пе ата? Соған ықпал еткенде өзің, мүлт кетпейтініне қалай көз жеткізуге болады? Адамдар арасында, жобаларда да. Бүгінгінің шешімі ертең табылады. Алайда ертең, тек ертең туады. Бұл фәниде кері қайтара алмайтын ұшақ нәрсе бар. Ол атылған оқ, жіберіп алған мүмкіндік пен ойланбай айтылған сөз. Көңілсіз бастаған іс көпке бармайды деп данышпандарымыз айтады. Осыны жадында сақта. Кең киім тозбайды, кеңесші ел аспайды. Қазақстанның даму банкі елімізден тысқары аймақтарға халықаралық деңгейдегі сенімді серіктес ретінде танылғанына да біршама уақыт өтті. Осы жылдар ішінде шетелдік капитал нарығында банк мұз жарғыш рөлінде жол бастап келеді. Половина состава совета директоров БРК. Тәуелсіз директорлар Қазақстанның даму банкі директорлар кеңесінің жартысын құрайды. Бұл қазақстандық компаниялар үшін бірегей тәжірибесі банк стандарт N+ жүйесі бойынша басқару туралы корпоративтік рейтингтің гамма 5+ деңгейіне дейін көтерілуіне себеп болды. Аты, беделімен жұмыстың дәстүрлі принциптеріне адалдығы банкінің сенімдік ұстанымын қамтамасыз етті. 2005 жылдан Қазақстанның даму банкі құрылтайшы және Шанхай ынтымақтастық ұйымының банкаралық бірлестігінің толық құқылы қатысушысы. Бұл Шанхай ынтымақтастығы ұйымы эгидасы қарамағындағы ең бір динамикалық дамып келе жатқан құрылым. Осы жылы Шанхай ынтымақтастық ұйымының банкаралық бірлестігінің төрағасы болып, екінші рет тағайындалды.
банктың белсенділік ұстанымы Шанхай ынтымақтастық ұйымының шеңберінде банк жобаларын бірлесіп қаржыландыру үшін жалпы сомасы 8,16 миллиард долларды құрайтын бірнеше қатар ірі несиелік келісімге қол қоюға мүмкіндік берді. Балам, мынау фәниде бәрін бірдей бағасын білгенмен түп нұсқа құндылықты ажырата білген жөн. Жақсыны күшінен емес, ісінен таны. Раушанның иісін сезбеген шөптің әрінен бал жиналатынын түсінбейді. Шынайы еңбектің зейнеті қашанда сәулесін төге біледі, балам. Ал ақшаға тоқталсақ ата, ақша бұл құндылық па? Ақшаға махаббат немесе бақытты сатып алуға бола ма? Жоқ. Ендеше ақшаның бағасы қандай? Қаптың түбі бос жатпас, балам. Ақша ашпайтын құлып жоқ. Есепсіз дүние жоқ. Ақша кетуге тырысады, есеп ұстауға тырысады. Жомарттықтан саң, байлық босағыңа келер. Дүниенің парқын білсең, кірісің оңалар. Молшылық арысың, оны мына алақаныңда ұстай білсең, бәрі де оралады. Мен осыған сенем. Жері байдың, елі бай.